20 миллион болдық, 4 миллионға көбейіппіз 32 жылда. А өзбек халқы қанша қазір? 36 миллион. 20 миллионға көбейіп кетті. Представляете? Жоқ, көбейсін, мен шаруам жоқ, дұрыс қой көбейген. Бірақ мен ойлап қарасам, бәріміз ойлап, логикаға салып барады. 91 тәуелсіздік алғаннан бастап, өзбек халқының ер азаматтары Европа, Ресей, Қытай, Қазақстанда әртүрлі жұмыстармен сол жақтарда жүр. Жылына бір-ақ рет үйлеріне барады. Жылына бір-ақ рет үйлеріне барады. Біз күнде үйдеміз ғой деймді. Біз вообще ешқайға шығып атқан жоқпыз ғой құрсын. Шықсақ та бірге ертіп алып кетіп атыр қой елдерімізді. Бір жаққа шығып баратсаң бана ғой, қайда кеттің деген. А өзбек халқы бір жылда бір келеді үйлеріне. Вот видите, қандай деймді. Жұмыстарын да істеп жатыр. Жұмыстарын да істеп жатыр. Біз жұмыста жартып атқан жоқпыз. 4 миллионбыз. Көбею керек бізге бар ғой. Негізі мен ойлаймын бар ғой. Бізге бар ғой, 2024 жылды алдағы. Ұрпақ жыл деп қою керек ойдым. Ұрпақ жыл деп. Түсініп атсыздар уже. Өзі негіз біздің қазаққа бірдеңе істеу үшін әр жылды бірдеңе деп атау керек.